Сөз депутат Перуашев Азат Тұрлыбекұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Ақ жол фракциясының премьер Смайыловқа сауал. Былтырғы 5 маусымда өткен референдумда Конституцияға жер және оның қойнауы басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі деген норма егізінген болатын. Уақыт созбай 15 маусымда осы норманы жүзеге асыру мақсатымен Ақ жол фракциясы үкіметке шетелдік инвесторлармен жасалған ең ірі мұнай-газ кен орындары Қарашығанақ, Теңіз және Қашаған бойынша өнімді бөлу келісімшарттарын, яғни СРП, ашық түрде жария ету туралы сауал жолдадық. Бірақ үкімет инвесторлардың келіспейтіндігін алға тартып, осы талабымызға қарсы болды. Сонда біздің шенеуніктер қазба байлықты шетелдік компаниялардың қалай пайдаланып отырғаны туралы ақпаратты сол қазынаның иесі болған халықтан жасырмаққа. Осы арада Орда Кезет сайты Wood Mackenzie компаниясына сілтеме жасап, Қашағандағы мұнайды игеруден Қазақстандағы тек 2% түсетін пайда туралы ақпарат жариялады. Ал қалған 98% табыс шетелдерге қалып отыр. Бұл ақпарат шын болса, олардың неліктен осы ашуға қарсы екені түсінікті болған сияқты. Сонымен қатар, тәуелсіздік алғаннан бері ешбір шетелдік инвестор 30 жыл ішінде бір мұнай өңдеу зауытын салған жоқ. Тек байлығымызды сыртқа шығарып, сатып жатқаны кездейсоқ емес. Нәтижесінде Қазақстан өз мұнай газынан тиісті табыс таппай, оның үстіне жыл сайын жағармай тапшылығы орын алып, монополистер оны баға көтеру үшін пайдаланып жатыр. Ал шенеуніктер бұл мәселеге жылдар бойы немқұрайлы қарап отыр. Тек биыл ғана ашық мәліметтер бойынша үкімет Қарашығанақ пен Қашағандағы шетелдік инвесторлардың рұқсат етілмеген шығындарына және Қашағандағы экологиялық бұзушылықтар үшін қоса алғанда 20 миллиард доллардай айыппұл талап етті. Ақ жол партиясы бұл талаптарды толығымен қолдайды. Біздің фракция өткен жылдары шикізат гиганттарымен жұмыс аясында жер қойнауын пайдаланушылар қолданатын техника мен жабдықтарды өндіруге технологиялар мен лицензияларды беру сияқты офсеттік саясат шаралары, сондай-ақ сервистік қызмет көрсету арқылы отандық өндірушілердің мүддесін қорғауды парламенттік мінбеден бірнеше рет талап еткен болатынбыз. Сонымен бірге барлық мұнай-газ және кен орындары бойынша СРП шарттарын ашуды қайта талап етеміз. Сонда ғана қазақ халқы өз байлығын қалай пайдаланып жатқанын білуге, ал парламенттің бұл салада ұлттық мүддемізді толыққанды қорғауға мүмкіндігі болады. Ірі мұнай-газ жобалары бойынша СРП келісімдерге тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қол қойылған. Ақ жол партиясы Қазақстанға түсетін пайданы ұлғайту, шетелдік инвесторлар жұмысындағы жергілікті қамту бойынша талаптарын күшейту мақсатында осы келісімдерді қайта қарайтын уақыт келді деп санайды. Осыған орай Ақ жол фракциясы келісін талап етеді. Біріншіден, СРП, яғни өнімді бөлу туралы келісімдердің шарттарын халыққа ашып, үкімет порталында жариялау. Екіншіден, сол келісімдерде ұлттық мүддемізді қорғап, еліміз үшін тиімсіз және халықтан жасырын нормаларды болдырмау. Үшіншіден, барлық ірі мұнай-газ жобаларында Қазақстан үлесін арттыру. Біздің ойымызша Конституциясының жаңа нормасына сәйкес Қазақстанның мұнай-газ жобаларындағы үлесі кем дегенде 51% құрауы тиіс деп санаймыз. Төртіншіден, инвесторларды өз жұмысында қолданатын құрал жабдықтар мен саймандарды өндіруге арналған техникалық құжаттамаларды отандық өндірушілерге беру, осыған сәйкес шығарған өнімді сатып алу, жергілікті мамандар мен қазақстандық мәрдігерлерді қызмет көрсетуге максималды түрде тарту арқылы ұлттық экономикамыздың дамуына үлес қосуға міндеттеу керек. Сондай-ақ осы мәселелер бойынша инвесторлар мен үкіметтің келіссөздер тобына және де бұл тақырыпта халықаралық деңгейді қарастырғанда Ақ жол партиясы өз депутаттарын қосуға дайын. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары. Рахмет.